күн достар, бәйгеден Қазақстан чемпионатының финалы бүгін. Осы күнге дейін жеттік. Бүкіл Қазақстанның қалаларын аралап, турнирлерге қатысып, күл мықтыларды анықтап, енді бүгін финалды тамашалауға келдік. Сонымен финалды көремін деп келген адамдардың қарасы қалың. Міне, кіреберістің өзін көріп тұрсыздар. Адам көп, мына жердің бәрі мәре-сәре, сауда орындары ашылған, кафелер жұмыс істеп тұр, халықтың көңілі көтеріңкі. Сонымен бүгінгі бағдарлама өте күрделі, әдеттегідей емес, яғни бұл қайталап айтамын финал. Мәселен, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сағат 12-де басталатын шара кешкі сағат 6-да марапаттау рәсімімен аяқталады. Бәйге десе ішкенасын жерге қоятын жанкүйер көрерменнің көптігінен Алматы ипподромында инешаншар орын болмады. Бұл ипподром 1930 жылы асыл тұқымды жылқыларды сынайтын орталық ретінде ашылған. Мұнда ат жарыс үнемі өтіп тұрады. Бірақ 3000 адамға есептелген трибунаға үлкен жарыс болған кездері адам сыймай қалады. Ипподром ішіне сыймай қалған жанкүйерлер қақпадан сығалап, жарыс алаңындағы доданы тамашалауға тура келді. Финалға еліміздің бірнеше өңірінен 160-тан астам тұлпар қатысып, жалпы жүлде қоры 82 миллион 500 мың теңге болды. Жарыс бәйгінің 7 түрі: құнан бәйге, топ бәйге, аламан, жорға жарыс, Қазақстанда туылған құнандар бәйгесі, ұл аламан және 2 жасар тұлпарлар арасындағы ұшқыр бәйге бойынша өтті. Сайысты бастауға ардагер атбегі Сәбит Жанкөліков ақбата берді. Сөйтіп шабандоздар атқа отырып жарыс жолына шықты. Бірінші өткізілген ұшқыр бәйге бойынша бірінші болып шабандоз Дидарбек Күрішбек келді. Құнан бәйге сайысында шабандоз Арнат Мұратхан Жұлдызай тұлпарымен жеңіске жетті. Мұнда бірінші орын үшін 5 миллион теңге, екінші орын үшін 2,5 миллион және үшінші орын үшін 1,5 миллион теңге тігілді. Чемпионатта федерация амбассадоры Асылбек Еңсейповпен арнайы шақырылған қонақтар Медеу Арымбаев пен Әзімбек Байлин секілді жарық жұлдыздар өнер көрсетіп, шабандоздарға қолдау білдірді. Жорға жарыс сайысында бірінші орынды шабандоз Мақсат Мүсілімұлы Банзай атымен жеңіп алды. Жалпы жорға ат спортының өзіне тән ерекшелігі бар күрделі жарыс түрі. Өзінің жұмсақ жүрісінен танбайтын нағыз жорғаны қазақ су жорға деп атайды. Ел аузындағы аңыз бойынша ондай жорғамен алып жүрген су шайқалмайды, төгілмейді. Топ бәйге сайысының қорытындысы бойынша бірінші жүлдені шабандоз Абзал Тұрмыс Тұмар есімді атымен жеңіп алды. Оған 8 миллион теңге берілсе, екінші орын үшін 3 миллион, үшінші орын үшін 1,5 миллион теңге қарастырылды. Поводпен айдадым, сосын поводпен айдадым, сосын 200 метрға қамшылап айдадым. Сосын бірінші ат ұзап кеткен білінді, екіншіге келгенді білдім. Сен қалай қарайсыңдар бір-біріңді? Кім ұзап барар өйстіп атқа қарайсыңдар ма? Қалай біліп қоясыңдар оны? Атқа қараймыз, өзі атты айбат кетіп бартса, сол аттың атына тақалып отыру керек соңында. Болмай баратса, өзін ақындап, соңында артында ат жоқ болса, сөйтіп ходымен кете беру керек. Жақсы, молодец, сен екінші орынға қалай көресің? Паке мен балам, біздің ат. Молодец. Красавчик. Нұрлан, сүріндер. Ал аламан бәйге бойынша бірінші орынды шабандоз Әлішер Тілек Құпия есімді арғымағымен иеленді. Бірінші орын үшін жүлде қоры 10 миллион теңгені қамтыды. Басқа жарыстардан ерекшелігі бұл Қазақстанда туған аттарға үлкен маңыз берілуде. Қазақстанда туған аттардың арасында ұшқыр бәйге бердік, құнан бәйге бердік. Келесі жылы бұйырса, құнан бәйге, ұшқыр, құнан бәйге және де топ бәйге болады. Одан әргі жылы құнан, топ, аламан, яғни барлық дистанцияларда да Қазақстанда туған аттарға көңіл бөлінеді. Ол аламан бәйгеден бірінші болып, мәреге қайсысы жететінін көруге жиналған жұрттың бәрі ынтық болды. Тігілген жүлде де айтуға тұрады. 9 миллион теңге. Нәтижесінде алғаш рет өткізілген ол аламан бәйгесінде бірінші орынды Шағала атымен шабандоз Асланбек Әбдіхал жеңіп алды. Күнделікті негізі осы ипподромда осы жерде дайындалып жатқан байтал бұл.
осы жерде дайындалып осы жерде тұрамыз біз. Бұл шетінен енді Аллах біледі ғой, бірақ негізі сезгем отыратынын. Өйткені мықты байтал сенен. Айта кетейік, жарыс ұйымдастырушылары 4-ші және 5-ші орын алған шабандоздарды да ақшалай сыйлықпен марапаттады. Иә, біз бұл күнге келу үшін біраз Қазақстанның қалаларын араладық. Әр өңірде тартысты бәсеке болды. Міне соның көрінісі ретінде атап айтсақ, Қызылорда қаласынан басталған, Шымкентпен жалғасқан, одан кейін Ақтөбе бар, Көкшетау, Астана қаласында, Павлодар мен осының алдында өткен Алматы қаласындағы тартысты бәсекелер, осы финал алдындағы іріктеу кезеңдері болған еді. Біздің мақсатымыз бірінші осы Қазақстан чемпионатын жоғары деңгейде өткізіп, келесі 2024-те өтетін дүниежүзілік көшпендер ойынына мықты әзірлікпен жақсы аттарымызды таңдау. Келесі жылы бізде осы бәйгінің 7 түрінен көшпендер ойыны болады. Сол 7 түріне біз әр қайсынан Қазақстаннан 3 аттан анықтауымыз керек. Тұлпарлардың дүбіріне атойлаған жүректердің дүрсілі қосылғанда қазақтың кең даласы құлақ түреді. Бүгін біз міне сондай көріністің куәсі болдық. Шабандоз сүрінбей ат құламай жарыс аман есен аяқталды. Жалпы жүлде қоры 83 миллион теңгеге жуық болған жарыстың 7 түрінен өткен бүгінгі бәйгі финалы осымен тәмам. Күл мықтылардың ішінен ең мықтыларды анықтадық, тартысты бәсекенің куәсі болдық. Ендеше бәйгіден Қазақстан чемпионатының келесі жылдық кезеңінде аман есен жүздескенше.